Барлық учаскелер толық тексерілді. Шұғыл Атырау облысында жоғалып кеткен отбасы жайлы тың дерек шықты. Жангелдин ауылында Наурыз бен Мейрамгүлді іздеуге бағытталған іздестіру-құтқару жұмыстары аяқталды. Бұл туралы облыстық төтенше жағдайлар департаменті хабарлады. Бұл туралы Алаш.кз ұлттық порталы Ақжайық басылымына сілтеме жасап хабарлайды. Департаменттің мәліметінше, іздестіру жұмыстарына Атырау облыстық полиция департаментінің ресми сұрауы бойынша құтқару бөлімшелері тартылып, елді мекен аумағы толық тексерілген. Полиция белгілеген барлық учаскелер толық тексерілді. Қазіргі уақытта полиция департаментінен іздестіруді жалғастыруға қатысты жаңа тапсырмалар немесе бағыттамалар түскен жоқ, деп мәлімдеді төтенше жағдайлар департаменті. Еске сала кетейік, бір отбасының мүшелерін іздеу былтырғы 25 желтоқсанда туыстары құқық қорғау органдарына жүгінгеннен кейін басталған еді. Тергеу барысында қорадан үй иесі мен оның жұбайының денелері табылған болатын. Алайда олардың балалары Наурыз бен Мейрамгүл әлі күнге дейін табылған жоқ. Сонымен қатар қаза тапқандардың күйеу баласы Сұлтан Сәрсемалиевтің қайда екені белгісіз. Ол кісі өлтіру ісі бойынша күдікті ретінде қарастырылып отыр. Сондай-ақ оның жұбайы Ақбаян, қаза болған ерлі зайыптылардың қызы да із-түзсіз кеткен. Қадірлі көрермендер, бұл жаңалықты оқығанда жүрек ауырмай қоймайды екен. Іздестіру-құтқару жұмыстарының аяқталуы бір жағынан барлық аумақ тексерілді дегенді білдірсе, екінші жағынан Наурыз бен Мейрамгүлдің тағдыры әлі белгісіз күйде қалғанын көрсетеді. Құтқарушылар өз міндетін атқарды. Енді негізгі жауапкершілік тергеу органдарына ауысқан сияқты. Қарапайым халық үшін ең қиыны осы белгісіздік. Адам жоғалып кетіп, артынан үнсіздік орнаса, туыстары үшін бұл ең ауыр сынақтардың бірі. Бұндай істе асығыс қорытынды жасап, біреуді алдын ала кінәлауды дұрыс емес. Қоғам эмоциямен емес, сабырмен қарап, ресми ақпаратқа сүйенгені жөн. Бұл жерде ең бастысы жоғалған жандардың тағдырына бейжай қарамау. Тергеу тоқтамауы керек. Жауапсыз сұрақтар жауапсыз қалмауы тиіс. Әділдік орнап, шындық ашылса ғана бұл қайғыға нүкте қойылады. Ал әзірге барша жұрттың тілегі бір ақиқаттың анықталуы.